Biz Coca-Cola'ның түсі мынандай қоңырқай болатынын білеміз. Мынау ішпеген жаңа Coca-Cola. Осындай Coca-Cola'ның біреуін балам сатып алып, жартысын ішкенде мен балама ондай тәжірибені көрсету үшін осының жартысына бір асықты және қабырғалардың сынығын салдым. Осы асықты салғаныма бүгін 40 күн болды. Сондай-ақ бір судың пөтелкесіне бір неменені салдым, асықты салдым. Біз екеуін мына Coca-Cola салған асық пенен суға салған асықты салыстырып көрейік. Тоқтат. Міне, асық, мынандай асық. Бұл асықты балғамен ұрып кіргізіп жібергенбіз сыймағандығы үшін. Сол себепті бұны пышақпен тіліп алуға тура келеді. Міне, мынау асық қап-қара болып шіри бастады. Бұған 40 күн болды. Ал мына қабырғаларға, мынау қабырғаның сынығы. Бұған 20 күн болды. Міне, көріңіздер. Ал біз сол күні мынандай суға бір асықты салғанбыз. Бұған да 40 күн болды. Біз асықты көрейік. Асықты көріңіздер. Бұны да балғамен ұрып кіргізген, бұны да пышақпен тіліп алып шығып көрсетейін сіздерге. Міне, мына асық қандай, мына асық қандай. Екеуін салыстырып көріңіздер. Біздің сүйегімізді өстіп шірітеді Coca-Cola. Біздің сүйегіміз өстіп шіри бастайды. Ал әр күні сіз Coca-Cola ішетін болсаңыз, сіздің мына пөтелкеден қандай айырмашылығыңыз бар? Ешқандай айырмашылығыңыз жоқ. Сондықтан сіздің сүйегіңіз қайтып зиянға ұшырап жатқанын содан білесіз. Сондықтан бұл тәжірибені балаларыңызға үйіңізде өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Ешқашан балаларыңыздың өзінің көзі жету үшін осыны балаларыңызға өздеріңіз жасап көрсетіңіздер. Сонан кейін өздері шешім жасайтын болады. Coca-Cola ішуге бола ма, болмайтындығын. Сондықтан жалпы жақындарымызға, бауырларымызға, өзіміздің қара көздерімізге осыны түсіндіріп, денсаулығын қорғауға көмектесуіміз керек. Барлық адамдарға таратыңыздар, көрсетіңіздер. Алла разылығы үшін осы жұмысты істеуге